Медициналық туризмді дамыту уақыт талабы. Себебі ол экономикамызды дамытудың бір көзі. Келіп түскен ақшаға қосымша өзіміздің науқастарға арналған дәрі ала аламыз, өзіміздің дәрігерлеріміздің жалақысын көтере аламыз. Жүрегінің көлемі үлкейіп, жүре алмай қалған азаматтардың елімізде ем алып, аяққа тұрып кетуі мүмкін бе? Медицинамыз қандай деңгейде? Бұндай дәрежеге жетем деп ойлаған жоқпын бірінші кезде ауырып қатты ауырғанда. Әрі ұйымдардағы медициналық қызметтер халыққа қол жетімді ме? Жоғары дәрежедегі операциялардың құны қалтаны қағып алады деген пікір қаншалықты рас? Емдейтін технология бұл біздің азаматтарға мүлдем тегін. Неше квота керек, сондай квота бар. Ем алу үшін бір жылда қанша қазақстандық шетелге аттанады? Біздің елдің медициналық қызметі өзгелерді қызықтыра ала ма? Жүрек пен жүйке жүйесіндегі һәм ауыр сырқаттарды емдеуде әлеуетіміз қандай? Діңгекті жасуша дегенді естуіңіз бар ма? Бұл терапия қандай ауруларды жазуға себеп болмақ? Мұның бәрін байыбына барсақ бағдарламасында баяндаймыз. Медициналық туризм деген ұғым бар. Бұл азаматтың сапалы һәм қол жетімді ем алу мақсатында шетелге шығуы. Хабарымызды біздің елден өзге мемлекеттерге барып, медициналық көмек алатындардан бастайық. Всеволод Кимнің жұбайы 2010 жылы ауырып қалған. Алдымен отандық дәрігерлерге жүгінеді. Ақ халаттылар азаматшаның миында ісік барын анықтапты. Менингиома деген диагноз қойылған. Уақыт өте келе жұбайы жүруден де қалады. Содан өзіміздің ауруханаларды аралап ем іздейді. Бірақ дәрігерлер әйеліңіздің дерті асқынып кеткен. Сондықтан шетелге барғандарыңыз дұрыс деп кеңес берген. Кейіпкеріміз жарымен бірге бір талай елдің медициналық мекемелеріне жүгінеді. Іздеп жүріп, ми ісігін емдейтін көмекті Оңтүстік Кореядан табады. Так как диагноз был поставлен, и методы лечения по отношению к жизни составляли где-то 50 на 50. Жұбайыма нақты диагноз қойылған соң, одан кейін өмір сүруі екі талай деген соң, біз әрі қарай уақыт жоғалтқымыз келмеді. Көпшіліктің кеңесі бойынша, оның ішінде біздің дәрігерлердің айтуымен емді шетелдік клиникалардан сұрастырдық. ақш, Канада, Еуропа елдерін, Израильді көрдік. Бірақ ол жақтарда ем өте қымбат. Ол кезде қалтам көтермеді. Содан ағам бізге ем шараны Оңтүстік Кореядан іздеп көр деді. Ол жақта онкологиялық ауруды емдеудің сапасы жақсы екендігін білдік. Көз жеткіздік. Барып, тиісті емді қабылдадық. Қазір жұбайымның жағдайы жақсы. Ресми мәлімет бойынша 2017 жылы 13 мың қазақстандық Оңтүстік Кореяға, 12 мыңы Түркияға, шамамен 5 мыңдай азаматымыз Израильге ем қабылдау үшін барған. Бұдан бөлек Ресей, Беларусь, Еуропа, Үндістанға аттанғандар бар. Сонда бізден өзге мемлекеттерге ем іздеп кететіндердің саны бір жылда 50 мыңға таяп қалады. Владимир Тенесінді мына жігіт ем қабылдау үшін қазақстандық азаматтарды шетелдердің клиникаларына жіберумен айналысады. Жеке компаниясы бар. Айтуынша, әлемде медициналық туризмді нағыз табыс көзін айналдырған елдер саусақпен санарлық. Вообще в мире самые популярные направления лечения, как медицинского туризма. Жалпы жаһанда медициналық туризм Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Германия, Үндістан елдерінде жақсы дамыған. Қазақстандықтар көбіне осы мемлекеттерге жиі барады. Отандастарымыздың дені шет елдерге онкологиялық аурулардан айығу үшін ем іздеп шығады. Одан кейінгі орында стоматология, пластикалық хирургия сияқты сырқаттармен баратындар тұр. Асқазан ісігі бойынша Кореядағы ем қазір ең үздік саналады.
Қатерлі ісікке шалдыққан адам ол жақта 2 аптадай ғана емделіп, кейінгі ем-домын елге келіп жалғастыра береді. Бізде онкологиялық ауруларды емдеу қазір бір жолға қойылып келеді. Жаңа технологиялар алынып жатыр. Сондықтан алдағы 10 жылда біздің елде де қатерлі ісіктің асқынған түрлерін жоятын мүмкіндіктер боларына сенеміз. Енді біздің елдің әлеуетін баяндайық. Қазақстанда медициналық туризм соңғы 2-3 жылдың көлемінде жақсы дамып келеді. Жетістіктер аз емес. Республикамыздағы медициналық әрі 7 ұйым GCI халықаралық сапа стандарттары бойынша аккредиттеуден өткен. Бұл дегеніңіз, Қазақстанда да аурудың ауыр түрлерін заманауи технологиялармен емдеуге мүмкіндік бар. Тек қана біздің азаматымыз ғана сыртқа кетіп жатқан жоқ. Бір жақсы бір жайт, осы соңғы жылдары елімізге ағылып шетелден, көрші елдерден азаматтар келіп бізден медициналық көмек алады. Көбінесе ол Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей Федерациясы, ал кейбір қызмет үшін, мысалы экстракорпоралды жаңағы ұрықтандыру, бала көтере алмай жүрген паралар, олар тіпті Еуропадан, Грузиядан да келіп жатады. Ал тістерін емдеу үшін біздің сапалы стоматологиялық жекеменшік клиникаларымызға тіпті алыс батыс Еуропадан, Германиядан да азаматтар келіп жатады. Ал кейбір азаматтар шетелден тіпті ақш-тың өзінен еліміздегі халықаралық стандарттарға сай GCI аккредитациясы бар клиникаларға тіпті Америка құрама штаттарынан келіп жоспарлы хирургиялық көмек алып жатыр. Жаңағы қиыр, жаңағы шығыс ақш-тан келетін науқастардың саны әлі көп болмағанмен, олардың арнайы жоспарлы түрде жаңағы тек қана ем алу үшін ғана келетін үрдісін біз статистика бойынша байқап қадағалаймыз. Олар атап өткенде еліміздегі президенттік ауруханаға келеді, Астанадағы ұлттық нейрохирургия орталығына, кардиохирургия ұлттық орталығына келіп емделеді екен. Сандарды сөйлетейік. Ресми дерек. 2017 жылы 1700-ге жуық, ал былтыр 2400-ден астам шетелдік азамат біздің елден жоғары дәрежелі медициналық ем алып кеткен. Яғни Қазақстанға келген туристердің саны бір жылда 44%-ға өсіп отыр. Пайда да аз емес. Экономикамызға 2017 жылы 265 миллион, былтыр 350 миллион теңгеден аса кіріс түскен. Медициналық туризмді дамытуға арналған денсаулық сақтау министрлігінде жол картасы бар. Сонда нақты өзімізге көрсеткіш қойдық. Жыл сайын осы сан арту керек. Келіп жатқан адамның саны ғана емес, олардың елімізге экономикамызға әкелген ақшасы, кірісі де арту керек деген жоспар бар. Жоспар ауқымды. Шетелдіктер үшін біздің елдегі медициналық қызметтің бағасы ақылы, еміне байланысты құны да түрліше. 400 мыңнан басталып 2 миллионға дейін жетеді. Ал өзіміздің азаматтар жоғары сападағы ем-домды қалай алады? Ірі ұйымдарда емделу үшін қазақстандықтар қыруар ақша төлеуі тиіс деген түсінік қалыптасқан бізде. Бірақ бұл шынымен де бұл шындыққа сәйкес келмейді. Себебі біздегі жаңағы барлық жоғары сапалы, жоғары технологиялық айтып өткен жаңағы кардиохирургиялық, нейрохирургиялық, онкологиялық, тіпті трансплантациялық қымбат медициналық технологиялардың барлығы тегін медициналық көмек пакетіне кірген. Сондықтан да мысалы ұлттық кардио-нейрохирургия орталығындағы 98-ден астам пайыз науқастардың бәрі ақылы емес, ақысыз тегін өтеді. Себебі мемлекетіміз қамтыған ол көмекті. Ол үшін квота арқылы еліміздің кез келген өңірінен келіп ем алуға болады. Алайда жаңағы мысалы шындыққа сай емес сенімнің кесірінен кейбір біздің азаматымыз өзіміздің елімізде ала алатын емді басқа жерден іздейді, сырт елдерден. Елімізде кейбір медициналық қызметтің сапасы соншалықты жоғары, ол мысалы ең дамыған елдердің, Еуропа, Америка елдерінің дәрігерлерінен кем емес біздің кейбір дәрігерлер. Тепе-тең. Сол себепті осы бүгінгі күнде де біздің елге шетелден медициналық туристің келетін себебі сол. Сапасы бірдей, шетелдің дамыған озық елдермен бірдей сапасы, ал ақшасы 10-20 есе арзан. Сондықтан мысалы Америка құрама штаттарының кейбір азаматтары біздің Қазақстандағы жаңағы GCI американдық сапа тауар знагының
жаңағы сапалық белгісі бар ұйымдарға арнайы келіп емделеді. Бұл елордадағы ұлттық ғылыми медициналық орталық 300 орынға арналған, түрлі операциялар жасалады. Жүрек тамырларының ақауымен дүниеге келген сәбилерге, тіпті бір күндік, бір апталық нәрестелерге операция жасауға мүмкіндік бар мұнда. Орталықтың атын әйгілеп тұрған діңгекті жасушалар терапиясы. Аталған емнің түрі Қазақстанда тек осы ұйымда ғана қолданылады. Тіптен діңгекті жасуша терапиясы Американың өзінде жоқ. Начиная с 2010 года мы в рамках гарантированного объема высокотехнологичной медицинской помощи Жоғары технологиялық медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі негізінде 2010 жылдан бастап осы мекемеде діңгекті жасуша терапиясын қолданып келеміз. Бұл ем көптеген сырқаттардың жазылуына себеп болды. Жаңа емдеу әдісі десем де болады. Айталық, діңгекті жасушаларды адамға егу арқылы біз жүрек ауруын, жүйелі склеродермия, аяқты ұзақ уақыт бойы жаздырмайтын трофикалық жараларды, қант диабетін, бауыр циррозын жоғары дәрежелі дәлдікпен емдеп шықтық. Адамның ауырған жерін діңгекті жасушалар арқылы жазып, жоғары деңгейде көмек көрсету үшін Ирак, Иордания, Ливан, Пәкістан, Ресей, Никарагуа, Куба елдерімен ғылыми ынтымақтастық және өзара әріптестік жөніндегі келісімдер жасалды. Басымды науқастардың көбісі сол біздің діңгекті жасушалармен емдеуді бізден аламыз деп, бізден қабылдам деп келіп емделіп жатыр. Ол кісілердің айтатын ең бірінші мәселе діңгекті жасушалардың әзірше Америка Құрама Штаттарда, басқа да мемлекеттерде заңды түрде әлі рұқсаты жоқ. Орталықта бір жылда 12 мыңдай адам емделеді. 1000 жарымы діңгекті жасуша бойынша ем алады. Бұл терапия үшін ақш, Қытай, Катар, Біріккен Араб Әмірлігі, Пәкістан сынды өзге елдерден келетіндер аз емес. Медициналық мекемеге бір жылда 200 шақты шетелдік азамат келсе, соның 160-ы діңгекті жасуша бойынша ем қабылдаған. Барлық ем шара ақылы, тек шетелдіктер үшін. Өзіміздің азаматтарға көрсетілетін қызметтер тегін. Жалпы бізде 80%-дай науқастар мына өзіміздің шалғай ауылдардан келетін науқастар. Бірақ қаншама біз айтсақ та, халықтың көбісі ойлайды, бұл қолға жетімді емес, бұған ақша төлеу керек, бұған денсаулық сақтау тарапынан ешқандай жеңілдік жоқ, квота берілмейді деген осындай ақпарат таратылады. Оның бәрі дұрыс емес. Оны мен өте тағы да бір жаңағыдай басым беріп айтқым келеді. Діңгекті жасушаларды енгізетін, емдейтін технология бұл біздің азаматтарға мүлдем тегін. Неше квота керек, сондай квота бар. Как дела? Хорошо. Самочувствие? Как? Все нормально? Квота бойынша орталықта тегін ем қабылдап жатқан Ирина Приходько есімді азаматша бұл. Діңгекті жасуша арқылы ем алу үшін Ақтаудан келген. Алғаш рет осы мекемеде 2017 жылы болса, содан бері 6-шы мәрте діңгекті жасуша терапиясын қабылдап отыр. Көзінен қуанышты байқадық. Кезінде жүре алмай қалған Ирина Приходько қазір өзі қимылдап, қозғала алатын жағдайға жеткен. Міне діңгекті жасушаның көмегі. Я могу встать, я могу пройти. Я впервые сама приехала в больницу без сопровождения. Қазір жүре аламын. Ауруханаға алғаш рет өзім келдім. Екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматшамын. Бұған дейін орталықта 5 рет діңгекті жасуша бойынша ем алдым.
Қазір осылай еркін жүруім сол бірнеше терапияның нәтижесі деп білем. Барлық медициналық қызметтер квота бойынша тегін жасалды. Жол құнын да мемлекет өтеп берді. Бұл жерге келердің алдында ата-анам мен жолдасым діңгекті жасуша бойынша емделу үшін Ресейге мені апарғысы келген. Бірақ ол жақта ем қымбат, ал Израиль мен Қытайда діңгекті жасуша бойынша емдеу әдісі атымен жоқ. Кейін мұндай ем өзімізде де барын естіп, осы жерге келдім. Сол бір шешімім үшін бүгінде қатты қуанамын, өйткені мен аяққа тұрдым. Екінші бір мысал. Бұл азаматтың аты жөні Сәкен Әметов, Түркістан қаласының тұрғыны. Жүректің ишемиялық ауруына шалдыққан, инфаркт алған. Содан жүрек көлемі ұлғайып кетіпті. Алғаш рет орталықта осыдан 8 ай бұрын болған. Содан бері бірнеше мәрте келіп кетіп ем алған. Бүгінде діңгекті жасуша терапиясын 3-ші рет қабылдап отыр. Мықын сүйегінен алынған өзінің жасушасын 24 сағат өсіріп барып, дәрігерлер көк тамырына егіпті. Ол тамыр арқылы бойға таралып, жүректің бітеліп қалған жасушаларын жаңартқан. Бұрындары жүре алмай, жүрегі әлсірей берсе, емнен кейін жағдайы жақсарып қалғандығын айтады. Бұндай дәрежеге жетемін деп ойлаған жоқпын бірінші кезде, ауырып қатты ауырғанда. Қазір енді жақсымын, ем алып жатырмын. Осы келгеніме біраз күн болды, 5-6 күн болды. Жақсы, келгеніме қуанам, келем. Одан кейін жаңағы лечение емін бәрін алып, ауылға қуанып оралам. Діңгекті жасуша терапиясы ұлттық ғылыми медициналық орталықта практика жүзінде қолданылып келе жатқанына 15 жылдың жүзі болған. Аталған ем түрін жүргізу денсаулық сақтау министрлігінің рұқсатымен заңмен бекітілген. Діңгекті жасушаларды бұл қазіргі жағдайда 2 түрі бар. Біз біздің ауруханада пайдаланатын 2 түрі бар. Бірінші, ол адамның өзінің сүйек майынан аламыз. Сүйек майынан алып, 2-3 аптаның ішінде біз оны дайындаймыз. Дайындағанда жаңағы жасушаларды жинап, тексеріп, науқастың өзін тексеріп, содан кейін жаңағыдай қажетті деңгейге, қажетті дәрежеге келтіріп, 2 жұманың ішінде. Содан кейін науқасқа оны егеміз. Екінші жасушалардың түрі ол әйел азаматтардан түсіктен алған. Оны феталды діңгекті жасушалар дейді. Оны түсіктен алып, тексеріп, әртүрлі зерттеу өткізіп, ол науқастарға міндетті түрде қауіпсіз болуға тиісті. Оны біз сақтаймыз. Кемінде 6 айдың ішінде сақтап, бүкіл тексерістен өткізгеннен кейін ғана қолданамыз. Діңгекті жасуша терапиясы шетелдіктерді қызықтырып тұрған бірегей ем. Медициналық туризмнің негізі десе де болады. Сондықтан біздің ел мен Қытайдың денсаулық сақтау ұйымы өкілдерінің арасында өзара ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылған. Құжатқа сәйкес 1 жылда 300 қытайлық азамат Қазақстанға келіп, діңгекті жасуша терапиясын ақылы түрде ала алады. Тек ұлттық ғылыми медициналық ұйым емес, шетелдіктердің дені Астанадағы кардиохирургиялық немесе нейрохирургиялық орталықтарға келуге мүдделі. Соңғы аталған ұйымға ТМД, Германия, Нигерия, Франция сынды елдерден келгендер бар. Орталықта 10 жылдың ішінде 300-ден астам шетелдікке операция жасалған. Біздегі ем шараның бағасы арзан, сапа өзгелердікінен кем емес. Жолын жүйке жүйесінде бөлімшесінде жылда мыңнан астам
отау жасалынады. Шемішек дейміз, грыжа диска, сондай отаулар, ісікті алу, жуын ісік, омыртқа ісігі және отаулар жасалынады. 30-қа жоқ шетелдің азаматтары біздің бөлімшеде ем алады, отау жасаймыз. Шетелдің специалистермен ғылыми проекттер жасаймыз. Әсіресе осы қазір біз неміс клиникаларымен зерттеу жасап жатырмыз. Қазір омыртқаны ауыстырып, жаңа жасанды импланттарды 3D принтермен жасау, осындай эксперименталдық жұмыс өткізіп отырмыз. Әсіресе осы біз көп реконструктивтік операция жасаймыз. Сол науқастың бірі қазір бізге келіп отыр. Ол жаңағы басқа алыс шетелден келген. Осы былтырғы уже жарты жылы болды. Алыс шетелде емделіп жатыр, бірақ нәтижесі болған жоқ. Сондықтан қазір бізге келіп, біз диагностика жасап, 3 омыртқасы қабынып кеткен. Сондықтан біздің шешіміміз сол, біз отау жасап, сол 3 омыртқаны, кеуде омыртқаны ауыстырып, басқа жасанды омыртқаға, жабдықтарға ауыстырдық. Сондықтан енді түгел алып, тазалап, 3 омыртқаны ауыстырып, қазір науқас жақсы, өзін жақсы сезінеді. Бір-екі күнде осы тұрып жүреді деп ойлаймыз. Отау жасаған кезде қана жаңа технологияларды енгіздік. Ол жаңағы нейромониторинг дейміз, нейронавигация дейміз. Бізде өте жақсы операциялық микроскопымыз бар. Ол 30-40 рет жаңағы отау көретін жерді, отау жасаған жерде үлкейтеді. Кіші инвазиялық инструменттеріміз бар. Нейрохирургиялық орталықта нейроонкологияны, бас ісігін, қан тамырлары ауруын емдейтін және балаларға арналған бөлімшелер бар. Қазақстандықтардың барлығы квота бойынша мұнда тегін емделеді. Мәселен, бұл Александр есімді Қазақстанның азаматы. Таэквондомен айналысатын балаларын жаттықтырамыз деп, отбасымен бірге уақытша Таиландқа кеткен бір кезде. Бірақ өзі сол жақта ауырып, жүре алмай қалады. Таиландта ем алу қымбат. Содан елге келіп, нейрохирургиялық орталықта емделеді. Сырқаттанған азаматқа бірнеше күн бұрын тегін операция жасалған. Қазір жағдайы жақсы дейді жұбайы. Операция была 12,5 часов. Как 8 часов забрали, в 6,5 вывезли. Операция 12 сағат жасалды. Жолдасымды таңғы сағат 8-де алып кеткен. Содан операция залынан кешкі сағат 6:30-да шығарды. 3 омыртқасын алып тастады. 12 тіреу қойды. Қазір жолдасымның жағдайы жақсарып келеді. Аяғын көтеріп, қозғалта алатын болды. Сондықтан мұндағы дәрігерлерге алғыстан басқа айтарым жоқ. Өте жоғары деңгейде операция жасап шықты. Біздегі денсаулық сақтау жүйесіне берілген баға деп білейік мұны. Жалпы елде медициналық туризмді өркендету үшін шетелдік азаматтарға Қазақстанның мүмкіндіктерін таныстыратын бірыңғай онлайн портал іске қосылды. Республикалық денсаулық сақтауды дамыту орталығы өкілдерінің мәліметінше, портал медициналық ұйымдар мен олардың үздік құрылғыларын, ұсынылатын қызметтер мен бағаларды, мамандар туралы ақпарат алуға толық мүмкіндік береді. Бұдан бөлек 14-30 нөмірі бойынша кол орталық тәулік бойы қызмет көрсетеді. Яғни осы арқылы медициналық туризмді алдағы 5 жылда жаңаша дамыту қолға алынып отыр. Жемісті болғай.